Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі 21 маусымды қорытындылайтын екінші сабағымыз осымен басталуда. Сіздермен бірге мен Әбдімұхамед, менімен бірге сіздер. Бірінші видеодағы белсенділік өте жоғары. Қазір мен видеоны салғаныма санаулы сағаттар болғанына қарамастан нақтырақ фактімен келтіріп сөйлейін. 14 000 просмотр болыпты қазіргі уақытта. Видеоны салғанымызға бізде 7 сағат болыпты. Кешкі сағат Астана уақыты 23:25-ті көрсетіп тұр. 21 маусым 2020 жыл. Сонымен біз сабағымызды бастаймыз. Так, бүгінгі сабағымызда кейбір есептер талдаймыз. Жаңағы нұсқа талдау деп кейбіреулер видеоны бірінші рет көріп отқан болуы мүмкін. Мынау видеоның сипаттамасына описаниеге және комментарийге жаңа қалдырып кетем сілтемені. Сол сілтемемен жаңа бір нұсқа талдағам. Ұбытта келген 21 маусым күні келген бір нұсқаны талдағам 20 есебімен. Сол видеоны көріп алыңдар. Енді бұл видео неге арналады? Бұл видео кейбір есептерге арналады. 15 шақты есеп шығарамыз. Жаңағы нұсқа талдаудың астына біреулер жазып жыныма тиіп жатыр. Не деген оңай есептер, ойбай деп. Енді ұбыты ғой бұл. Бұл жерде олимпийский қымбат несі құдай. Қиын есептер жоқ болды. Енді бір өтінішім бар. Осы видеоны соңына дейін қараңдар деген. Жарт жолдан тастап кете салмаңдар. Сатушы мал базарына әр қойды 20 000 теңгеден дейді. Деген есеп. Үшін жасыл цвет болмайтын сияқты. Қызыл цвет. Сатады. Егер алушы ақшасына 4 қой толықтай алса, 1 қой тегін береді. Бұл жерде бізде қараңдар, 4 қойды алсақ, 1, 2, 3, 4. Соның біреуін саған тегін беретін. Мына үшеуінің ақшасын төлейсің да, 4-еуін алып кетесің. Түсіндік қой, түсіндік. Енді қараңдар. Шыңғыс 11 қой, Нұрбек 15 қой алғысы келеді. Олар жеке-жеке емес, бірігіп сатып алса, ақша үнемдей алама. Егер үнемдесе, қанша ақша үнемдейтін табыңыз. Жеке-жеке сатып алса не болады? Жеке-жеке сатып алса, соны қарастырайық. Шыңғыс ол 11 қойдың бірінші 4 қойын сатып алсын. Ол 4 қой сатып алған кезде ол 3 қойдың ақшасын төлейді, дұрыс па? Дұрыс. Одан тағы 4 қой сатып алсын. Ол кезде ол соның 3 қойдың ақшасын төлейді. Одан кейін енді Шыңғыста қазір 8 қой бар, оған тағы 3 қой керек. Бұл жерде оған ешқандай да скидка жоқ, 3 қойдың ақшасын төлейді. Сонда Шыңғыс 9 қойдың ақшасын төлейді. Кімше? Екінші баланың аты кім еді? Нұрбек деген жігіт. Нұрбек деген жігіт 15 қой алғысы келеді. Так, мен оны найқа жаза берейінші. Жеке-жеке деп. Ой, әдірен қағыр. Қисықсыз бәле болды. Так, Нұрбек бізде 4 қой алады. Оны 3 қойын ақшасын төлейді. 1 қойы скидкамен береді. Тағы 4 қой алады. 3 қойын ақшасын төлейді. Уже бұда 8 қой бар. Тағы 4 қой алса 12 қой болады. Оған 15 қой керек. 3 қойын ақшасын төлейді. 12 қой болды. Енді оған тағы 3 қой керек. 3 қойдың ақшасын төлейді. Сонда бұл общий 12 қойдың ақшасын төлейді екен. Жеке-жеке алған кезде. Сонда екеуі бұл 21 қойдың ақшасын төлейді. Түсінесіңдер ма? Жеке-жеке алатын болса, ал бірігіп алатын болса, енді мынау 3 қойы қалып тұр, мына жақта 3 қойы қалып тұр, осы 6 қой алу керек болады. Бірігіп алатын болса ше. Ал мына жақта скидка бар. 6 қой деген примерно мынандай ғой. 4, 5, 6 мына жаққа салайын, Сол 6 қой алсаң, сен 4 қой алдың ба, соның біреуін тегін береді. Мынаны саған тегін береді. Сонда екеуін қалған ақшасын төлейсің. Сонда сен мына қойға сен тегін аласың. Бұлайынша айтқанда 20 000 теңгеңді үнемдейді екенсің, бірігіп алатын болсаң. Жеке-жеке алсаң, онда сен 21 қойға төлейсің. Ал қосылып алатын болсаң, онда сен жаңағы айтқанымызда 20 қойдың ақшасын төлейсің. Сонда 20 000 теңге үнемдейсің. Да нұсқасы. Түсінікті деп ойлаймын бағана. Түсінбедім деп мен өзім оқушыларымда жіберіп жатыр осы есепті. Түсінбейтін түгі жоқ. Бақшада барлығы 36 гүл бар. Диаграммадағы мәліметтерді пайдаланып, қалампыр гүлінің санын табыңыз дейді. Раушан гүл 9, жұлдыз 13, қызғалдақ 6, барлығын қосамыз, бізде шығады 28, 36-тан 28-ді айтасың, 8 қалады, жауап С нұсқасы болады.
бес бұрышты қиық пирамиданың қырларының санын табыңыз. Өте қиын есеп деп санауға болмайтын есеп. Десе де бұл есепті мен түсіндірмесем, басқа біреу түсіндірсе түсініксіз болып қалуы әбден мүмкін деп мақтанып кететін әдетім бар, ренжімеңдер. Сөзіме дәлел болу үшін мынандай сурет көрсетейін. Қиық пирамида дегеніміз осы. Көріп аңдар, жазып аңдар, жаттап аңдар, фотоға түсіріп аңдар, үйлеріңе айтып барыңдар деген сияқты ғой. Енді қараңдар, бұл жерде қандай не сұрайды? Қырлары дейді. Қырлар деген не ол? Қыр деген не? Қыр деген. Қыр деген ол айтады. Мұрны қырлы дейді. Ол мынандай қыр түсініп отырсыңдар ма? Қыр деген түсінеміз, ол қыр болды. Мысалы, зарядка болатын болса, ноутбуктың зарядкасы болатын болса, бұда мынау қыр. Ойбай. Мынау қыр. Қыр. Баяғыда столдың қырына басымыз тұрып, басымыз жаман ауыршы еді, сол сияқты ғой. Қараңдар, мына жерде қырлардың саны дейді: 1 қыр, 2 қыр, 3 қыр, 4 қыр, 5 қыр, иә. Одан кейін тағы 1 қыр, 2 қыр, 3 қыр, мына жақта артында тағы 4 қыр, 5 қыр. Одан астында қырлар 1, 2, 3, 4, 5, 15. Алдыңғы видеода да осыны комментарийге көп жазып сұрап жатыр. Жауап бергем 15 деп. 15-ші есептің жауабы 15. Б нұсқасы деп белгілеп қойыншы. Келесі тіктөртбұрыштың ұзындығын 40%-ға арттырып, ал енін 30%-ға кемітсе, оның ауданы қанша пайызға өзгереді? Айтпақшы, мына жазуды не үшін жазып қойды деп ойлайсыңдар, балалар? Бұны подписать етсін деп жазып қойдым, осыған кірсін деп. Құрдан-құр жазған жоқпыз, кіріп көріңдер, жақсы ма? Құрдан-құр жазып қап жүрмейін, ертең ұят болып қап жүрмесін айналайындар, айтады айтпесе. 40%-ға арттырып, енін 30%-ға кемітсе дейді. Ауданы қанша пайызға өзгереді? Давайте бір мысал алайық. Мысалға, бұның ұзындығы бізге есептеуге оңай болатын сандарды алайық. Ұзындығы 20, ені 10 деп қояйық. Енді айтады, ұзындығын 40%-ға арттырып, 40%-ға арттыратын болсақ, мынаны 20-ның 40%-ы бізде болады 8, 8 қосамыз, сонда 28 болады арттырғаннан кейін. 10-ды 30%-ға кемітсе 7 болады. 28-ді 7-ге көбейтетін болсаң, 28-ді 7-ге көбейтетін болсаң, 196 шығады. Калькулятормен есептей саласыңдар ғой, мен ауызша есептей салатырмын. Ал мынаның бастапқы ауданы 200 болған. 200 болған. Не өзгеріс байқаватсыңдар, балалар? Не өзгеріс байқаватсыңдар? 2%-ға кеміп тұр, е? 2%-ға кеміп тұр. Енді пайызға қалай кеміді, анау-мынау түсіндірмей ақ қойын, е? Или түсіндірейін ба, түсіндіре салайыншы, жарайды. Қараңдар, 200-дің бізде жауабымен тексерсең де болады, қайсы келіп тұр деп. 200-дің 2%-ы ол бізде 4. 100-дің 2%-ы 2 ғой. Ал 200-дің 2%-ы 4. Кеміді деген сөз, сой азайтамыз 4-ті. Сонда 196 шығады, А нұсқасы. Қысқа қайырып түсіндіре салдым. Құс фермасында 106 қаз, 254 үйрек және 540 тауық бар. Қаздар мен үйректер ауладағы барлық үй құстарының қандай бөлігі екендігін тап дейді. Табы дейді. Барлық үй құстары бізде барлығын қосқанға тең болады. Барлығын қосатын болсақ, бізде шығады 360, соған 540 қоссаң 900. Барлық үй құстары 900. Қаздар мен үйректер дейді. Қаздар мен үйректер барлық үй құстарының қандай бөлігі? Қаздар мен үйректерін қосатын болсаң 360 шығады. Енді қандай бөлігін табу керек болса, кішісін үлкеніне бөлесің. 360-ты 900-ге бөлесің. Сонда бөле болғанда жаңа туысқан бөле деп айтып атқан жоқпын, просто мынаны санды санға бөлесің. Енді 6-ға бөліп салған кезде мына жақта 6, мына жақта 15. 900 сыға ма точно жерде? 360, 800, 900, 900, 360. Мына жерде бізде 10-нан 4 шығу керек еді негіз. 9-ға бөле салайық, жарайды, 9-ға бөле салайық. Сол кезде 10-нан 4 шығады, одан кейін 5-тен 2 шығады. Бәсе. Жауап Е нұсқасы болады. Енді тексеріп көріңдер, 5-тен 2-ні просто былай істей саласыңдар ғой, жаңа 900 қандай бөлігі дегенді табуың керек болса, мысалы қараңдар. 900-ге x-ті көбейтесің, сол кезде 360 шығады. Қандай бөлігі екенін табу үшін. Сол x дегеніміз не сан екенін табу үшін барып 360-ты 900-ге бөлесің. Не үшін кішісін үлкеніне бөлеміз, чотамын деп атқандар болса, осы нәрсені айтқым келеді. Диаграммада Асланның деген есеп жаңағы алдыңғы нұсқаталдауда болды, описаниеде жазылып тұр, комментарийде бекітіліп жазылып тұр, соған сілтемеге басып көре қой ол видеоны, көрген болсаң молодецсің.
Суретте мотоциклшінің қозғалыс график кескінделген, көрсетілген, баяндалған, разница жоқ. Мотоциклшінің соңғы 30 минуттағы жылдамдығын табыңыз дейді. Қараңдар, бізде 3,5 сағатпен 4 сағатқа дейін аяқта 30 минут бар. Жылдамдықты тап дейді. Жылдамдық дегеніміз ол жүрілген жолды уақытқа бөлеміз. Бізде жүрілген жол қанша екені белгісіз. Әлде белгілі ма? Әлде белгілі ме екен? Мүмкін мына жерде 4 деген мына жерде балалар тікесінен сүрген кезде мынаған келеді. Енді ұбытта отқан балаға анық көрінеді, бізге анық көрінбей жатыр ренжімеңдер. Жүрілген жолымыз сонда бізден 30-дан бастап 45-ке дейін 15 км сағат балалар. 15 км просто. Молодец дегендегі ай дей бердім. Енді уақытымыз бізде 30 минут. 30 минут деген сағатқа айналдырсаң 2-ден 1 сағат. Енді 15 км 2-ден 1 сағатқа бөлетін болсаң 30 км бөлінген сағат и. Сонда 30 км бөлінген сағат А нұсқасында тұр и. Дамы онлайн Instagram парақшасына тіркелеміз. Деп нефтему реклама жасаймын. Балалар барлығы 49 балық аулап, оны өзара тең бөліп алды. Балалар саны балық санынан аз болса, балық аулауға неше бала қатысқанын табыңыз дейді. Мына жерде бөлгішін тап деген ғой, просто 49-ның ол бізде 9 болады, Д нұсқасы болды. Просто айшым болды. Енді түсінікті ғой, олар тең бөліп алу керек. Бөлінетін сан болу керек қой мына балалардың саны. 5 бала болып қалса мына жақта бөлемей қалады, қырылып қалады қазір. Қазір олар 9-дан бөліп алады да, барлығы 5 балашы 9 балықтан. 4 балық қақ қалады, 4 балықты 5-ке қалай бөлеміз тәк деп үлкендер бөліп ана кішкентайларын жылатып жеріп бычыт болады ана жақта. Лучше сен 5-ті белгілемей, мынау Д нұсқасын белгілейсің, не қыласың, олар бычытқа ұрыстырып. Ұзындығы 50 см, ені 30 см болатын тік төртбұрыш пішінді қаңылтырдан қабырғасының ұзындығы 20 см-ге тең квадрат кесіп алынды. Қалған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Примерно мынандай ғой. Ұзындығы 50 дейді, мен квадрат сияқты болып қалдым, ренжімеңдер, 30 дейді. Осыда дейді, осыдан қиылып алынады 20-да 20 квадрат. Түсінесіңдер ма? Бұның ауданын табайықшы. Үлкен қаңылтырдың ауданы 50 көбейтілген 30, 50 көбейтілген 30. Үлкен қаңылтырдың ауданы. Ол бізде 150 болады, тұрыс па? Өтірік айтам. 15-2-0-ін қосамыз 1500 см квадрат болады, тұрыс қой. Ал мұнау 20-20 көбейтілсе 400 см квадрат. 1500-ден 400 азайтсаң 1100 см квадрат е нұсқасында тұр. Қалған бөліктің ауданын тап деген ғой. Дүйсенбектің салмағында жаңа біз тапқанбыз. Барлық жақтары боялған кубты әр қыры 4 тең бөлікке бөлінетінді етіп бірнеше кубтарға бөлген осы кубтардың ішінен кездейсоқ алынған кубтың 3 жағы боялған болу ықтималдығын табыңыз. Енді мен по факту көрсеткенін жақсы көремін, по факту сөйлегенін жақсы көремін, сол үшін мынандай суретке назар салуларыңды өтінемін. Қараңдар. Осы нәрсе ғой мынау. Барлық жақтар боялған кубты әр қыры 4 тең бөлікке бөлінеді. Қыр деген мына жер ғой бағанағы. Міне. Қыр ғой міне. Соны 4-ке бөлген да міне. 1, 2, 3 деп ше. Мен өтірік айтып жерін байлай. 4-ке бөлетін болса так. 4 бөлікке деп тұр ғой, қараңдар. 4 рет деп тұрған жоқ, 4 бөлікке өзім шатасып жатырмын. Енді ренжімеңдер, қараңдар енді. Былай бөлетін болсақ, бізде қанша кішкентай кубиктер болады дегенге назар салайықшы. Қанша кішкентай кубиктер болады? Оған былай істей саласыңдар, қараңдар. Мына жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп 16 кішкентай кубик бар. Сондай бізде 4 қатар бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші қатар. Сонда 16 көбейтілген 4 бізде 64 кішкентай кубик бар. Түсінікті ма? 64-і бар. Бізге ықтималдықты тап деген берілген оқымай кетіппін ғой. Кездейсоқ алынған кубтың 3 жағы боялған дейді. Барлығы деген жерге біздің ықтималдықтың формуласы бойынша астына барлығын жазамыз, үстіне бізге керегін жазамыз. Сонда барлығы деген жерге 64 жазып қоямыз. Бізге керегі қанша? Қараңдар. 3 жағы боялған кубик-рубиктер ол мынау міне. Так, мен жасылмен көрсетейінші. Міне мына кубик-рубик 3 жағы боялып тұр, түсінесіңдер ма? Мына жағы боялады, мына жағы боялады, мына жағы боялады. Мына арт жағы боялмағаннан іші. Осы жер, осы кубик-рубик, одан кейін мына кубик-рубик міне шетінде тұрған. И мына кубик-рубик, мына кубик-рубик.
Осы 4 кубик рубик, одан ар жағында тағы 4 кубик рубик бар. Мына астында арғы көрінбей тұрған мына жақтағы кубик рубик арғы тесіп барып барасың оған. Сонда 8 болады мыналар. Бізге керегі, түсініп отырсыңдар ма? Бізге керегі 8 болады. Сонда 8-ге бөліп жүрген кезде 8-ден 1 шығады. Түсініп отырсыңдар ма дегенде комментарийге жазыңдар, қалай болып жатқанын. Түсініп жатсыңдар ма, түсінбей жатсыңдар ма, что-там? Не болып жатыр? Жазсаңдаршы, оқимыз ғой. Мен бірден оқимын ғой. Одан лайк басыңдар, лайк. Түсінікті болып жатса. Кестеде құрылыс дүкенінде сауда жасалғандағы жеңілдіктер көрсетілген. 115 мың теңгеге сауда жасалғанда қанша теңге жеңілдік болады дейді. 100 мың теңгеден жоғары сауда жасасаң 7% жеңілдік. Қазақтың киелі саны деп қойып қойған ғой. Енді 115 мыңның 7% жеңілдігі деген сөз 7%-ды осыдан азайтып тастаймыз. 115 мыңның 7%-ы бізде болады 100-ден 7-ге көбейтеміз 115-ті. Сол кезде біз ана 2-0 қысқарады да астындағы 100-бен 1150-ді 7-ге көбейткенге тең болады. 8050 теңгені азайтып тастаймыз. Сонда 8050 теңгеге бұл сауда жасайтын. Азайтып тастап общий счетты жазбайды екенбіз. Просто 8050 теңге бізде акциямен төлемейміз 8050 теңгені. Түсіндіңдер ма? Сондай акция жасайды бізге, жеңілдік жасайды, скидка жасайды. Егер 5-тің 2019 дәрежесі 3А болса, 5-тің 2020 дәрежесі өрнегінің мәні неге тең екенін табы. Енді суып келе жатқан кезде, енді бір шабыттанып келе жатқан кезде есептеріміздің соңына жетіп қалыппыз. Енді келесі ертеңгі видеоларда жолыққанша деп айтқым келеді. Мына есепті шығарайық. Ертеңгі видеолар көп болғанын қаласаңдар, осы видеоны таратайық, барынша лайкты көп басайық. Ой, мен баспасам да басқалар басады ғой деп отыра бермей, айналайын, сен бас, сенің басқаның керек маған. 5-тің 2019 дәрежесі 3А болса, 5-тің 2020 дәрежесі өрнегінің мәні. Бізде мынандай нәрсе бар. 5-тің квадратына 5-тің 3 дәрежесін көбейткен кезде, мынау негіздері бірдей болғандықтан, мынаның дәреже көрсеткіштері қосылады. 5-тің 5 дәрежесі болып, түсіндіңдер ма? Не үшін қосылады? Өйткені мына 5-тің квадраты деген 5-ті 2 рет жазғанға тең, 5-тің кубы деген 5-ті 3 рет жазғанға тең. Енді мынау көбейту араларында, сонда 5-тің мынау 5-ті біз 5 рет жазып кеттік. Сондықтан 5-тің 5 дәрежесі аламыз. Сонда қараңдар енді. 5-тің 2019 дәрежесінен 5-тің 2020 дәрежесін шығару үшін мен 5-тің 2019 дәрежесіне 5-тің 1 дәрежесін көбейтем. Түсіндіңдер ма? Сонда менде 5-тің 2020 дәрежесі шығатына 1-ге 2019 қосқан кезде. Енді мынау 5-тің 2019 дәрежесі деген сөз бізде 3А деген сөз екен. Мынау сөз бізде 3А деген сөз. Соған 5-тің 1 дәрежесі, яғни 5-ті көбейтем. Сол кезде 5-тің 2020 дәрежесі шығады. Как раз маған осы өрнегінің мәні керек. Сонда 3А-ны 5-ке көбейтсең 15А шыға салады. 15А болады жауабымыз. Б нұсқасында тұр ол. Бітті. Түк жоқ. Кетіңдер, шығыңдар. Видеодан лайк баспай кетпеңдер, шықпаңдар. Екінші сабағымыз осымен аяқталды. Инстаграм парақшаға тіркеліңдер. Айтпақшы, Телеграм парақшаны сендерге құпия түрде тишина айта салайын, Телеграм ми деп па жаңағы өсіп тұрады. И даму онлайн. Телеграмда осындай, Инстаграмда осындай екен ғой. Енді Телеграмға кіріп мынандай қылып жазсаң, саған шығарып беру керек. Сол Телеграмға тіркеліп қойыңдар. Сол жерге мен ұбт туралы мнениелерімді, жаңағы ойларымды жазып отырам. Алдағы уақытта да 10-шы сынып пен 9-шы сыныптар әсіресе 2021-дің түлектері сендер жазылыңдар бірінші очередь. Сендер мені көріп отқан болсаңдар, астына 2021 осында деп жазып жіберіңдер, шатақ. Біз көп шығармыз деп ойлаймын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Амандықта, саулықта, есенлікте барлықта жүздескенше аман сау болайық. Сендермен бірге болған мен Абдылмұхаммед, менімен бірге болған сен.